Саламатсыздар ма? Менің зерттеуге алып отырған тақырыбым Қордай ауданындағы туристік нысандардың ұлттық бренд ретінде қалыптастырудағы рөлі. Егер әлемдік аренада өз орнымызды көргіміз келсе, онда ұлттық бренд қалыптастыру мақсатымыз бірінші орында тұру керек. Менің зерттеу мақсатым аудан аумағындағы орналасқан туристік нысандардың ұлттық бренд қалыптастырудағы рөлі. Біздің туристік топ еліміздің бірнеше ескерткіштеріне барып, тарихымен танысып, зерттеу жүргіздік. Біздің ауданымыз еліміздегі ең бір өркендеп өсіп өнген кең қанат жайған аудандардың бірі. Мұндай деңгейге жетуіміздің өзі тікелей Қордай батыр бабамыздың рухы деп білеміз. Қордай батыр 1 ғасырдың соңында өмір сүріп, атақты Қордай батыр асуында биік шоқысында жерленген. Негізі халық арасында Қордай батыр туралы бірнеше пікірлер бар. Осы пікірлерді дұрыс-бұрыстығын тексеру үшін жергілікті тұрғындардан сұхбат алдық. Ал Нұрғали атамыздың айтуы бойынша Қордай батыр 17-18 ғасырларда өмір сүрген. Жоңғар басқыншылығында Қордай батыр Қордай өлкесінде қайтыс болған деседі. Кейбір деректерде түп атамыз қол басшылығымен көзге түскен Қордай батыр деген деректер де адамға ой салады. Алайда Қордай батырдың рухы мықты, жігері күшті екенін қазіргі табиғаттан да байқасаңыз болады. Біздің Қордай ауданымыздың тағы бір мақтанышы Кенен Әзірбаев атамыздың мемориалдық музейі. Кенен Әзірбаевтың 1981 жылы музейі салынған. Атамыз өзінің заманындағы әйгілі ақын. Ол ұлт-азаттық соғыс пен ұжымдастыру науқаны және халықты қынадай қырған ашаршылық пен соғыс сияқты тарихи оқиғалардың бел ортасында өмір сүрген. Жай сырттай бақылаушы емес, сол тарихи оқиғада кенен сергек араласып, айғақтап отырды. Бұл ретте кенен әнші, ақын, жырау, күйші ретінде арнау шығарған. Келесі күні зерттеу жолжығымызда ашық аспан ескерткіштерінің таңбалы тас ескерткіштеріне келдік. Кенен атамыз жеріміздің тауы да байлық, тасы да байлық деген еді. Шындығында да таңбалы тас ескерткішінде бір тылсым күш жатқандай. Зерттеп, тарихымен танысқан ескерткіштерді неге бренд ретінде алуымыз керек? Өйткені ол тарихи орындар. Тарихи орындарымызды барынша жарнамалап, биік дәрежеге шығару арқылы біз алып отырған нысанымызды танытамыз. Қорыта келгенде бұл нысандар ұлттық бренд қалыптастыруға арналған талаптарға сай келеді. Ескерткіштердің арқасында тарихымызды өлке жастарына болашақпен байланыстыра отырып көрсетсек, өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін оятуға үлкен септігін тигізетін едік. Және туристік маршруттардың санын көбейтуге, халықты жұмыспен қамтамасыз етуге, сонымен қатар бұл жұмыстың нәтижесі тарих пен бүгінгі күннің көрінісі тоғысқан.